Сонымен, құрметті жас дос, Алтын Орда мемлекетінің тарихы туралы мәліметтерімізді жалғастырайық. Алтын Орда мемлекетінің ханы Менгу Темір 1280 жылы қайтыс болғаннан кейін 1290 жылдар аралығында Алтын Орда мемлекетінің тағына кім келгендігі туралы мәліметтер жоқтың қасы. Сонымен, Алтын Орда мемлекетінің Менгу Темірден кейінгі мемлекеттік билікке келген ханы Тоқты хан. Құрметті оқушы, назарыңызды аударып, ойыңызға тоқи отырыңыз. Тоқты хан қай жылдар аралығында мемлекеттік билікте болды деген сұрақ келген жағдайда 1290-1312 жылдар аралығында деп жауап берерсіз. Алтын Орда Тоқты ханның кезінде саяси жағынан мемлекеттік беделі өсіп, және Тоқты хан Алтын Орда мемлекетінің саяси жағынан күшеюіне зор үлес қосқан хандардың бірі. Тоқты хан туралы мәліметтер де сирек кездеседі. Ал бірақ, мынандай мәліметтер сізге сұрақ болып келуі мүмкін. Алтын Орда мемлекетінің ханы Тоқты хан Иран, Кавказ, Египет мемлекеттерімен сауда қарым-қатынасын орнатып, экономикалық, мәдени, саяси байланыс орнатқан хандардың бірі деп жауап берерсіз.